Сәлем достар, сіздер менен Наргиз. Бүгін мен сіздерге макбуленің рецептісін ұсынамын. Міндетті түрде жасап көріңіздер, және де видеоның астына комментарий, лайк қалдыруды ұмытпаңыздар. Барлық қажетті құрамдарды видеоның астындағы описанияға жазып кетемін. Бізге керек заттар ет, күріш, суға салып қойыңыздар алдын ала, кәді, сәбіз, пияз, картоп. Қызып тұрған қазанымызға өсімдік майын қоямыз. Қызғаннан кейін етімізді саламыз. Жақсылап араластырамыз етімізді. Қоңырқай түске енгенше 2-3 минуттай қуырып аламыз. Осылай қоңырқай түске енгеннен кейін суы шығады, кішкене бұқтырып аламыз 5 минуттай. Содан кейін үстіне 200 мл-дай жылы суымызды құямыз. Енді бетін жауып 1,5 сағаттай пісіреміз. Оға дейін сковородкамызға өсімдік майымызды құйып жылытамыз. Жылығаннан кейін сәбізімізді қуырып аламыз. Осылай қатты қуырыла бастаған кезде аударып аламыз сәбізімізді. 2 минуттай жеткілікті. Енді баклажанымызды қуырамыз. Оны да 2 минуттан кейін аударамыз. Енді түсіреміз, майын сорғытып салфеткаға салып аламыз. Енді картошкамызды қуырып аламыз. Екі жағынан қызарғанша. Оны да екі жағынан қуырып аламыз. Міндетті түрде аударыңыздар, және де түсірген кезде майын сорғытып алыңыздар салфеткаға. Енді қалған өсімдік майымызға күрішімізді жақсылап жуып, енді қуырып аламыз. 5 минуттай жеткілікті қуырсаңыздар. Сонда күрішіміз рассыпчатый болып шығады. Енді 200 мл-дай жылы суымызды құямыз. Қайнағандан кейін дәміне қарай тұз саламыз. Енді бетін жауып қоямыз. Енді макбулемізді жинаймыз. Ең алдыменен жуамызды, яғни пиязымызды салып шығамыз. Етімізді саламыз. Содан кейін сәбізімізді саламыз. Сәбізімізді салғаннан кейін бетін қасықпенен басып шықсаңыздар болады. Ол престелініп қалу керек. Содан кейін картопымызды саламыз. Енді осылай тағы да картопымызды басып шығамыз. Ақырындап дәміне қарай тұзымызды саламыз. Содан кейін кәдімізді саламыз. Соны кәдімізді де қасықпенен басып шығамыз. Енді күрішімізді саламыз. Қолыңызбенен де бассаңыздар да болады. Сонда ол жақсылап престелініп қалады. Енді еттен қалған бульон менен үстіне құйып, күріштің бетін жауып, 15 минуттай пісіреміз. Енді свежий салатымызды жасаймыз. Менде огурцы, помидор, және де кукуруза. Енді тамағымызды аударып, екі жағынан барлық шет-шетінен қасықпенен соғып шығамыз. Осылай оформлять етіп алаңыздар тамақтарыңызды. Енді ас көкпенен сепсеңіздер болады үсті жағын. Астарыңыз дәмді болсын. Сіздерменен болған Наргиз.
макбулені міндетті түрде жасап көріңіздер, және де менің YouTube каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар, лайк, коммент қалдыруды ұмытпаңыздар.